Саламатсыздар ма, 5-ші сынып оқушылары, сіздермен бірге мұғалім каналы. Оқушылар, біз бүгін 5-ші сыныптың орыс тілі пәнінен 4-ші тоқсанға арналған номер 1-ші БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Оқушылар, ең бірінші біздің арнаға жазылып, лайк басып, осы видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Біздің каналды дамыту мақсатында видеоны достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Тақырыбы суммативное оценивание за раздел «Мы выбираем спорт». Цель обучения – понимать общее содержание сообщения продолжительностью не более 2-3 минут, определяя тему текста. Критерии оценивания – определяет основное содержание текста, выделяет лексические и грамматические единицы в тексте, составляет тексты разных типов на основе иллюстраций, комиксов, создает устные высказывания, соблюдая орфоэпические нормы. Уровень мыслительных навыков, знания и понимания и применения. Время выполнения 20 минут. Бізде орныға 20 минут беріледі. Тапсырманы бастаймыз. Бізде 2 тапсырма беріледі. Тыңдалым, жазылым және тыңдалым бағытында. Бізде 2 тапсырма беріледі. Слушание и говорение. Бізде бірінші сұрақ, бұл текст берілген, осы текст бойынша, осы текстті жақсылап оқимыз. Сол текст бойынша бізге сұрақтар беріледі. Прослушайте текст и выберите правильный вариант ответа. Руслан Нигматуллин был одним из лучших вратарей мирового футбола. Он входил в 5 лучших вратарей мирового футбола. Свою карьеру он начал с 14 лет. На сегодняшний день Руслан Нигматуллин занимается с музыкой, которая стала для него и работой, и отдушиной. Это помогло стать ему сегодня востребованием в обществе. Он диджей, бывший футболист, ездит с гастролями по стране и выступает перед началом футбольного матча. Бізде осы текст берілген, өте оңай, жеңіл текст. Енді осы бойынша бізге сұрақтар беріледі. Бірінші сұрақ. Чем сегодня занимается Руслан Нигматуллин? Бізде Руслан Нигматуллин немен айналысады дейді қазіргі уақытта. Бізде соңғы абзацтарды қарасақ, жазылған бірінші абзацтың 3-4 сөзі оқимыз. На сегодняшний день Руслан Нигматуллин занимается с музыкой. Яғни бізде болады музыка, яғни бір в болады музыкой. Яғни музыкамен айналысады. Екінші, что означает слово экс-футболист? Бұл экс-футболист дегеніміз, бұл бұрынғы футболист. Яғни экс деген бұрынғы дегенді білдіреді. Бывший футболист. Яғни 2 а болады. Үшінші, что означает выражение «моя отдушина»? Отдушина дегеніміз ұмыту дегенді білдіреді. Яғни, үшінші сұрақтың жауабы а болады. Яғни, выход чувства. 3 а болады. 4-ші сұраққа келіп қалдым. 4-ші сұрақ. Что помогло Руслану стать востребованным в обществе? Спортивная закалка, друзья в разных городах, музыкальное образование. Бізде Русланның осылай қоғамға бейімделу не көмектесті дейді. Бұл бізде бірінші сұрақ, бірінші жауап дұрыс болады, яғни спортивный закалка. Яғни осы уақытқа дейін, ол 13 жасына дейін футболист болды. Соның арқасында ол қазіргі уақытта музыкант болды. Бізде осы тыңдалым, оқылым бағыты аяқталды. Критерии оценивания дескриптор баллы. Определяет основное содержание текста, соблюдает лексические и грамматические единицы в тексте. Каждый сұраққа бізде 2 балдан беріледі. Келесі, говорение. Рассмотрите иллюстрации, используя их, составьте текст, повествование или описание на тему «Спорт в жизни человека». Соблюдайте структуру высказывания и нормы языка. Так, бізде айтылым бағыты, айтылым бөлімі. Бізде суретте қарасақ, спортпен айналысып жатқан адамдар берілген, яғни оқушылар. Осыған қарап, сіздер текст құрып,
айтылым ауызша жазасыздар, айтасыздар. Яғни спорт, адамның өмірі деген сияқты осыларды бөліп жазасыздар. Достар, осымен біздің 5-ші сыныптың орыс тілі пәнінен 4-ші тоқсанға арналған номер 1 жоба тапсырмасы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің канал ұнап жатса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.